Отдельный потолок шығатын зауытта істеймін. Зауытта істейді екен, тамаша. Осыған дейін ара қатынасыңыз болды ма негізі? Осыған дейін, енді жігіт болғаннан кейін әлбетте болады ғой енді оған. Жоқ, болды деген кезде мынандай бір балалық махаббат емес те, бір серьезный бір нәрсе болды ма сізде? Болған серьезный. Бір қызбен ғана. Неге айырылыстыңыздар? Секрет болмаса. Енді оның ата-анасы қарсы болған, сондықтан ажырасуға тура келді. Ата-анасы неге сізге қарсы болады екен? Білмедім, мінезім ұнамады ма, или өзім ұнамады ба, білмедім ол жағын. Нақты сұрамадым. Түсінікті. Негізі бұл жерге келгеніңізді ата-анаңыз біледі ғой, әрине біледі. Маған келгеніңізді біледі. Біледі қазір, әрине қарап та отқан шығар. Қарсы емес дегенім ғой. Жоқ, қарсы емес. Келетін кезде мен сізді көрсеткем. Осы қызға барам деп, үйдегілер айтқан. Бар, әдемі қыз, жақсы қыз сияқты, барып көр деп, бағын сынап көр деген. Сұрасам бола ма? Бұл. Қош келдіңіз. Қош көрдім. Сіз енді жасыңыз 18-де, 18 жас ер азамат үшін жаңағы отбасы құруға әлі ерте емес па дегенім ғой? 18 жаста сіз аяғыңызға нық тұрдыңыз ба деген сұрақ. Енді дұрыс сұрақ, жақсы қойып отырсыз. Кезінде ата-апаларымызда 18 емес, даже 15 жасында да үйленген кезінде. Қазір енді заман басқа, көзқарас басқа болғаннан кейін, бірақ сонда да 18-ге уже ерте емес сияқты былай қарапсаң, 18-ге дейін оның да өмірі болды ғой. Тек 18-де ғана көзін ашқан жоқ қой ол бала. Оған дейін де өмір сүріп келді, оған дейін де қиыншылықтарын көріп келді. Оған дейін былай морально өмір сүру бір бөлек, бірақ енді былай өмірде орын алу керек қой дегенім ғой, адам деген. Отбасыны кейін асырау керек, семья боласыздар соған. Айта кетейін, қиындық болады деп тұрсыз ғой, қиыншылық болып қалады деп тұрсыз ғой. Егер екі жұп бір-бірін шын жақсы көрсе, бір-бірін шынайы сүйсе, екеуінің аяққа тұруына ештеңе кедергі болмайды. Ешқашанда ештеңе кедергі болмайды. Өйткені екеуі бір-бірін жақсы көрсе, ештеңе кедергі болмайды оған. Наурыз, қош келдің. Қазір айтып жатсың ғой, колледжде оқимын деп, колледжден оқудан басқа бір табыс көзі келетін нәрсе бар ма айналысатын сен? Бар, жұмысым бар. Жұмыстан бөлек өзімнің жобам бар, вайн жобам. Кішігірім осы кино айналасында жүрген адам менде. Кино әлемінде жүрсіз бе? Кішігірім кино әлемінде жүрмін. Осы жерден айтпайсыз ба әңгімені? Ене алмай жүрмін. Түсінікті. Диана ханым айтсам бола ма бұлбұлға? 18 жаста ерте емес қой дейді ғой. Наоборот, қазір өзінің болашақ жары да мысалы 33-ке келіп қазір енді үйленейін деп жатыр ғой. Негізі 18-ге келіп үйленген дұрыс. Өйткені сен жасың 40-қа келген кезде балаң сені асырайтындай жағдайда болады да, негізі ол ерте үйленген бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Енді Асхат мырза, өз жоқтың көз жоқ деп тиісіп кетпеңіз, ертең келген кезде білесіз ғой не болатынын. Жоқ, бірден айтып кетсем бола ма? Қыздар жігіттерімен қорқытатын болған. Жоқ, бірден айтып кетсем бола ма? Жоқ, оған тиісіп айтпасын деп тұрмын. Жоқ, Асхат ағанікі дұрыс негізі. 18 жасында жаста үйленген дұрыс. Өйткені ертең 20 деп жүресің, 25 деп жүресің. Сөйтіп жүрген кезде уже уақыт қалай өткен білмей қаласың. 30 болған кезде сен ана қыздың мынаусы ұнамайды, мына қыздың мынаусы ұнамайды деп үйленбей уақыт өткізіп жүре бересің. Оданша ерте үйленіп, сұлулығына танысанып, ерте үйленген жақсы. Жоқ, былай ғой, айта кетейінші жаңа, бұлбұл айтып жатсың ғой сен, сіз 18-десіз, колледж оқисыз, әлі тағы табысыңыз бар ма дейді. Бұның әке-шешесі бар ғой? Бұның әке-шешесі бар. 17 жаста, 16 жаста да үйленіп жатқандар бар. Олар тек ол ойбай жұмысымен асырап жатқан жоқ, әке-шешесі бар, тұрғызып жібереді кішкене бүйтіп 2 жас бақытты болып кетсін. Туған туысқандары бар. Обязательно сол 18 жастағы адам соны бала-шағаны асырау керек болса, сонда өзі жалғыз. Бір стенаны бір ғана таяқ қозғап тұрмайды, бір ғана темір қоғып тұрмайды. Бір стенаны бүкіл 10 шақты темір қорғап тұрады. Сонсақта бүкіл достары, туысқандары, ата-анасы құрметтеп, қолдап демеу беріп жіберсе, ол әлбетте аяғынан тұрып кетеді. Ассалаумағалейкум, қош келдің Наурыз. Ассалаумағалейкум. Енді қазақта сөз бар ғой, бір жігіт болады, 18-інде баспын дейді, бір жігіт болады, 30-ында жаспын дейді деген. Шында 18-де келіп тұрса да, ол үйленіп тұрған адам үйленеді бәрібір де. Өйткені ондай үйлену қоғамда бар қазір. 18-інде үйленіп, қазір өте тамаша өмір сүріп, бақытты болып отқан семьялар көп. Енді мен саған сұрақ. Өтініш, может, ол сұрақты бір кездескен соң білмеймін, танысты жалғыз. Негізі ол бала Алматының баласы екен да, сол сұрап отқанбыз, сырт жақтың баласы емес, осы Алматыда қалатын бала болғаннан кейін мен сұрап отырмын да, Алматыда қаласың ба, бөлек шығасың ата-ананың қолында деп. Алматыда қалам әрине, ата-ананың қасында, ата-ананың қолында қалам. Өйткені ең кенжесі болғаннан кейін ата-анаға қарайтын адамдар керек.
ата ананың қолында тұру ол үлкен бір бақыт деп есептеймін мен. Жаңа ханым сұрақ қойып кетсем бола ма? Жаңа енді 18-ге Ақтөренің пікіріне негізі қосылмаймын. Ақтөре айтып отыр да 18 жасқа келіп не семьясын асырау ол міндетті, ата-анасы 1-2 жыл қарасады ғой дейді да. Ол ер азамат ретінде ер азамат бұл қадам жасап жатыр. Ол жауапкершілікті мойнына алып жатқаннан кейін ол негізі семьясын асырауға міндетті. Ал семьясын асырауға міндетті болмаса, егер өзін асыра алмаймын дейтін дәрежеде болса, онда бірінші өзін қойып алсын. Давай мен айта кетейінші былай енді. Асырайтындай не істейді? 18 ерте жаста үйленіп кету керек, не болмаса 25 жаста қыдырып жүріп қаласың, таңдап қаласың дегенде бұл жерде 50-50 бөлінуге болады. Сен 18-20 жасында үйленіп, қазір қаншадасың? 18. 18. Қазір сен 18 жасында үйленесің, бірақ ештеңе дей алмаймын, бірақ әртүрлі адам болады. Сен 18 жасында үйленесің, бірақ сен қыдырып үлгерген жоқсың әлі деген нәрсе бар, білесің бе? Сен үйленгеннен кейін 1-2 бала шағыл болғаннан кейін сен уже өмірдің қызығын байқайсың да, үлкен сенің ойың бұзылып кетеді. Жаңағы ажырасып кету деген нәрселер болады оның. Ондай вариант бар. Одан кейін 25-ге келіп үйлену деген нәрсе ол кішкене өмірді көріп, оң солды көргеннен кейін уже жаныңа көңіл бөлесің. Бірақ енді ер азаматтар да екіге бөлінеді ғой. Қыдыратын ер азаматтар және қыдырмайтын ер азаматтар. Ол да бөлінеді, Диана ханым. Енді сұрақ қойсам жарайды, үндемей қояйыншы. Диана ханым негізі бар ғой, ізбасар енді по себе людей не судят дейді ғой. Сен тек қана бір ғана тарапты қарастырып отырсың да. Қош келдіңіз, Наурыз мырза. Негізі 18 жаста болсаңыз да менің ойымша сіз жаңағы ертеден бастап жұмыс жасап келе жатырсыз, иә? Өте керемет. 5 жасынан бастап жұмыс жасап келе. 5 жасынан бастап жұмыс жасап. 5 жасыңдан керемет. Вот действительно менің 5 жасыңыздан ол не жұмыс екен? Жоқ, шынымен де 5 жасынан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. 5 жасымда ең бірінші рет мен базарда тачки теріп бастағам. 5 жасыңызда? Иә, ағаларыма көмектесіп солай жұмыс істеп бастағам. Мәссаған. Солай өсіп келе жатырмық. Мерей? Мен 12 жасымнан бастағам дейін да. Қазір сізге сұрақ қояйын деген едім. Негізі қызғаншақ. Қош келдіңіз. Мына жақта сұрақ қойып жатыр еді. Сіз қызғаншақсыз ба, және де ара қатынаста негізі запрет дегенді қоясыз ба, араласпа дегенде, мынандай киім киесің, кимейсің дегендей? Әрине, ер бала болғаннан кейін запретті қоясың ғой, енді оған көзқарас басқа болады. Қызғаншақ деген енді қызың мысалы көп достарымен араласса, енді қызғанасың ол. Жігіттік намыс болғаннан кейін қызғануға дұрыс. Қызғанамын әрине. Енді сіздің жасыңыз 18-де болса дағы, бірақ ерте есейген жігіттердің қатарынан сияқтысыз, иә? Соған қарағанда Мерей бірден жасына бола қазір таныстықты тоқтатып жібермеңіз. Жаңа ханым айта кетейінші, мына жерде Құршат жаңа айтты ғой өзінің жаңағы пікірін. Мен онымен толықтай келісемін, өйткені Ақтөре жаңа айтып отқан пікірінде кішкене өз өміріне, өз болашағына деген бір жауапкершілікті ата-анасына іліп қойған сияқты болып жатсың да. Сен көбді 18 жасында ничего страшного, ата-аналар көмектеседі, туыстар көмектеседі деп, ондай болмау керек. Айналайын, Айдана. Мен 18 жасар балаға айтып отырмын, мен өзім айтып отқан жоқпын. Қуасың ба сен, кәдімгі не айтып отырсың мына жерде? В смысле қуасың? Мен ата-анама ойбаймын. Мама, мен көмектесіңізші, мен үйленейін деп отқан жоқпын. Жоқ, мен саған бұл 18 жасар баланы айтып отырмын. Бұл Ақтөре кішкене научись понимать между строками. Мен саған не туралы айтып жатырмын? Мен осы жігіт жайлы айтып жатырмын. Сен оған айтып жатырсың. Үйленуге дайын емес па сонда 18 жасар? Сабыр, ақырын. Жоқ, Ақтөре, сен айтып жатырсың. 18 жасар дайын емес па айтасыш? Мына жігіт дайын. Болды ғой енді дайын. Мына жігіт дайын, но сен айтып жатырсың. Жауапкершілікті ата-ана. Жынды ма, дайын ба, дайын? Сен не сағаласа бересің осы? Жоқ, негізі мұндай әңгіме ғой, жалпы 18-де бол, 20-да бол, 25-те бол, саған негізі ата-анаң, тума-туыстарың үйленгеннен кейін көмек береді, ол тойыңа да көмек береді, ол ары қарай өмір сүруіңе де көмек береді. Сол ғой Ақтөрен айтқысы келген негізі. Ал мына жерде Айдана дұрыс түсінбей отыр да жалпы. Білмеймін қалай түсініп отқан бірақ. Жоқ, неғып мұжып кеттіңдер. Жігіт бағанан бері айтып отыр ғой, жұмысым бар деп отыр, дұрыс па? Жұмыс істейтін жігіт. Өзіне қамқорлық жасай аламын деп отыр. Үйленуге дайын болып келіп отырмын деп отыр. Оны немене мынақты мынандай 18 жасар бірдеңе деп мыжып отырсыңдар. Әбәдем очки береді, очки неғып шешіп қойдың, киіп қойып беруге кішкене. Ыңғайсыз очкимен. Диана ханым, Ержігіт мырзаның сөзіне толықтай қосыламын да, 18-дегі емес 30 жасар баланы нық сөйлеп отыр, жұмысым бар деп отыр, бәрін айтып отыр да. Біреулер бар 18 жастарда, даже сөйлемейді, өткенде келді 20 жасар ма, саған келді, по-моему, өлең айтып, ха-ха деді да кетті осы. Вообще сөйлей алмайсыз, оған қарағанда сөзі нық болып отыр. Жаңа ханым, осы жерде айта салайыншы. Мына жерде Ақтөре, сен расымен де кішкене жөнді түсінбей қалдың. Мен де мынандай ойдамын да, егер де жігіт немесе қыз үйленем деді ма, особенно жігіт жағынан, иә, ол деген үлкен ответственность. Ол алу керек оны. Ол құр үйтіп үйленіп алғаннан кейін, жарайды, сен осынайын мағынада айттың да, ничего, отбасы болып общий көмектесіп жібереді, түртіп жібереді деп. Ол түрту это раз да. Екіншісінде мен айтқым келеді, сондайға уже қадам басқаннан кейін, ер жігіт болғаннан кейін ойлану керек, ертең мен қалай бағам қағам деп. Үлкен ата-анамның масылы болып отырғанша, мен өзім үлкен дәрежеге жетіп,
потом барып үйлену дұрыс деп Доташ, Санжар, не дәрежеге жеттің сен осы уақытқа дейін? Айтайықшы сен. Мен саған айтып отырмын, элементарно. Баспана. Бәрін бір керемет болмай отырмындашы, не дәрежеге жеттің, бүйттің, сөйттің, екі қолға бір күрек табылады, істейміз. Не жұмыс, стройка ма, стройка, семьяны асырау керек. Сен сол әңгімені Ақтөре содан бастауың керек еді. 100 мыңмен де асырап жатыр семьяны. Жанахан, ренжімеңізші. Осы жерде Ақтөренің әңгімесі осылай болды да, отбасы бар, туысқандар бәрі артынан итеріп жібереді, ничего страшного деген сияқты. Мен оған қарсымын. Отбасы емес. Негізі мына айтайыншы, Жанахан, негізі мына әңгіменің артында мынандай ғой, негізі ақылы бар еркек, мысалы, шынымен де көмектеседі отбасы ағайын тумалар. Бірақ ары қарай алып кету өз қолыңда. Миың болса, ары қарай алып кетесің. Миың жоқ болса, сен қаласың или соғызың ажырасасың, болды. Басқа артық әңгіме жоқ мына жерде. Бізде жарнама мына жақта үлкен туындап жатыр. Ақтөре, сабыр. Қосылайық жобасы ортада Мерей және жаңа үміткері, е? Наурыз. Барлығы дұрыс па өзіңізде? Да, дұрыс. Индира ханым? Санжар, сізде қалды ма? Просто Ақтөре сен дұрыс жағынан түсін, жаңа далада да жарнама кезінде де біз кішкене сөзге келісіп жаттық та пікір талас болып. Сонымен айтқым келеді. Енді ол үлкен жаңағы Индира ханым, ержігіт не болып қалды, тыныштық па? Жана ханым, өтініш айтайыншы, алдында осы жерде Ақтөремен мәселесі болғаннан кейін, мен сол кезде айттым өзім ой пікірім. Содан кейін мүйізін тақап алған ғой. Амандаспайды, мүйізін тақап, менімен қабағын түйіп өтіп кетеді. Сендер что-то Жанахан жалғастыра берсем бола ма? Бәріңіз бір-бірлеріңізбен просто Ақтөренің сөзін дұрыс емес түсінгеннен кейін, өзі айтып қалғаннан кейін, содан кейін пікірталас болып кетті. Негізі сол басында айтсаң, басында көмектесіп жібер десем, мен де онымен сенімен келісемін негізі. Ал егер изначально и до конца көмектесетін болса, ол дұрыс емес деп ойлаймын да, значит, үйленуге әлі дайын емес, ата-ана кішкене бұл жерде қозғалу керек деген. Былай айтайықшы, аха, енді ұрыспайық құрсын, ашуланып кетті ғой Жанахан. Мен бүйтіп айттым, 18 жасар бала, не жақта енді кім дайынсың ба деп не істеді? Енді дайын ол, көмектеседі, әке-шешесі бар. Дұрыс па? Сәл болса да тойын жасап береді. Одан сендер бөлек шығыңдар, болса үйде тұрыңдар деген сияқты қой, болды ғой бір семья. Былай істеуге қазақта жақсы сөз бар. Болам деген баланың бетінен қақпа, белің бу дейді, е? Міне, үміткер мырза да біліп отыр, және қазір дейді, студияға бір ерекше сыйлықтар келді дейді. Кімге деп ойлайсыздар? Бір емес, бірнеше дейді. Таңғаларлық сыйлық деп жатыр. Е, Мерей? Кімге деп ойлайсыз? Сіздің түйсігіңіз не деп жатыр? Онда былай істейік, ортаға ашуланып отырған Индира ханым келсін. Дария ханым. Және ашуға бой алдырған Ақтөре келсін. Одан кейін Зухра мен Бексұлтан да келсін. Және Ізбасар, сіз де келе салыңыз, е? Бесеу болдыңыздар ма? Есік анау деген бе? Сендер жобадан шығасыздар. Жобадан кеткіңіз келіп жүрмез, Басар. Сіздерге, сіздердің патша көңілді жан күйерлеріңізден Индира ханымға қыздарға берейік бірінші. Жігіттерге де дәл осындай себет. Тағы біреу бар. Индира ханым мен Зухра ханым біліп отырған сияқты. Және Гүлдер қыздарға сізге, және Индира ханым сізге. Өткендегіме де бір-біріне сабырласып жатыр. Енді есімізге түсіп жатыр, алдында біз тойға барған едік қой. Той дегенде бір мероприятияға барған болды. Индира ханымның. Индира ханымның танысы, сол жерде барып бәріміз бірге болғанбыз. Сол кісіге, Әйгерім ханым, сіз бізге жібергенге көп рахмет. Бизнесіміз алға баса берсін. Тек жақсылық тілеймін сізге. Көп рахмет. Нақты сол, е? Бізде өткен ешқандай есім, ақпарат жоқ екен әйтеуір. Хаты бар әне. Сіздердің барлықтарыңызда хат бар екен. Қазір себеттеріңіз... Бұнда әрқайсының ат жөн жазылған екен, Жанахан. Есімдерім жазылған. Ізбасар мырза өзінікін алған екен. Сізге Зухра ханым өзіңіздікі. От? Ғалия, е? Жоқ, Гамиля. Гамиля деген көрерменнен дейді. Сіздер Әйгерімге рахметті жіберіп жатырсыздар. Жоқ, мен түсіндіре кетейін. Негізі немересінің аты Гамиля.
Сондықтан да сол кісінің Қызының дейді. Қызы ма немересі? Қызы, иә. Сол кісінің қуанышын басқаруға барғанбыз, тізгін ұстауға барған. Сол кезде сол кісі өзінің алғысын білдіріп, мен сіздерге қазір беретін ештеңем жоқ, бірақ міндетті түрде сыйлығын беріп жіберемін деп айтқан. Сол кезде есімізге түсіп отыр қазір. Үлкен рахмет, Алла разы болсын, елеп ескеп жатқаныңызға, Әйгерім ханым. Осы жерде айтып кетейінші, Диана ханым, естеріңізде ме, барлықтарымызға кружка келген болатын. Иә, Қаскеленнен сол кісіден. Сол кісі сол кезде барлығына жіберген кезде көріп үлгермепті да прямой эфирді. Сосын кеше енді бізді шақырған кезде айтты, Индира ренжімес, келген қонақтарымызды мен шығарып салып үлгермедім, сол үшін мен сыйлықты жіберем деді. Жарайды, жақсы дедім, ештеңе келмейді. Әйгерім тәте, үлкен рахмет сізге, көп-көп, бақытты болыңыз, ауырмаңыз, жұмысыңыз алға баса берсін. Рахмет, жайғасыңыздар. Ал біз шымылдықты ашсақ қалай болар екен, Мерей? Ашайықшы, Диана ханым, өтініш. Иә. Ал шымылдығы ашылсын. Let me love you, baby. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Шымылдық ашылды. Диана хан. Ау. Бағанадан бері қарап отырмын да, негізі мына үміткер Ван Дамға ұқсайды екен. Қандай актерскийім бар деп жатсың ғой, қандай фильмдарға или бір роликтарға түстің ба? Ауылдастарға түскем, және де 103 шер алына түскем. Осы ғой, иә, білгіңіз келген Жандос. Иә, жарайды. Ван Дамға тұсамадым өкінішке қарай. Ван Дам деген адам ет, жарайды енді. Диана ханым бағана енді үміткер айтып еді ғой, жаңа сен енді көрдің ғой өз үміткеріңді, сонымен қалай айтсам болады, жануар емес енді аңға деп айтайықшы. Неге теңейсің? Ол қазір түсініксіз. Бір кездесу болды. Жоқ, мысалы бір көрген кезде адам әлі зерттеп үлгермедім дейсіз ғой. Сол зерттеп үлгермедім, мен қалай түріне қарап бере салмаймын ғой, енді мысалы. Көрдіңіздер ғой, Мерейдің теңеулері тереңнен келеді екен, тек қана бір қарағаннан емес, оны зерттейді ол адамды, біледі, таниды. Содан кейін. Иә, содан кейін бере аламын, Хуршет, өзіңізге лично айтамын. Хуршетке сіз бердіңіз бе? Жоқ, маған бермеген. Жоқ. Диана ханым. Индира ханым, сіз ер жігітке сонымен не үшін сонша қатты ашуландыңыз? Микрофон үшін талас болып жатыр ба? Жоқ, бұл микрофонды еще сұрағаннан андай. Кімнің қалай сұрап жатқанын. Прям жеп көріп сұрады Диана ханым. Ашуланып. Мен түсінемін, ер жігіт, иә? Мен Ақтөренің сөзін еш уақытта бұл жерде сөйлеген емесміз. Екеуміз қанша мәрт ұрсып жатсақ та, сен ренжейсің, постоянно ренжейсің, Ақтөренің сөзін сөйлейсің деп. Мен оның постоянно сөзін сөйлегенімді көрдің ба, ер жігіт? Сол жерде сен ортаға шыққан кезде де, я жеп көретінді айтқанда не үшін ренжедің? Мен ол жерде Ақтөрені жақтап айтқан жоқпын ғой ол сөзді. Неге микрофонды жақсы көріп сұрамайсыз? Диана ханым, енді өзім пікірімді айтып жіберейінші. Қош келдіңіз, Наурыз. Просто мынандайда бізде жаңа айтып жатыр, жер пікір талас болып жатыр. Ерте, кеш. Мен ойлаймын, ата-ана, сен ерте үйлен, сен кеш үйлен, бәрібір көмектеседі. 30-ға келген ұлына да көмектеседі, 40-ға келген ұлына да көмектеседі. Сол үшін, рас, өзің туған баласы болғаннан кейін ол міндетті түрде көмектеседі. Сосын былай айтқым келеді да, отырған қыздан гөрі отырып қалған жігіт жаманда негіз Диана ханым. Өйткені қыздар әйтеуір бір жасқа келген кезде мейлі ол ажырасқан жігіт болса да күйеуге түйеге тырысады. Ал именно жігіттер отырып қалған кезде олар ажырасқан қызды алмайды, қиынға түседі. Сол үшін мен Асхат айтқандай қолдаймын, ерте үйлену керек деп. Бізді сонда таңдап қалған деп отыр ғой енді. Дейді. Жоқ, енді сол не сіз емес тіпті бойдағы жігіттердің өзі бұл жаста таңдап қалады дейді. Иә, түсінікті, ондай әркімге әрқалай келеді. Бірақ енді бағанағы түйінде келген біраз адамдардың өзінің ой пікірлері дұрыс қой, бірақ 18 жасқа келгеннен кейінгі әке шешенің беретін өзінің еншісі болады әр балаға. Мысалы, ол бала шағасы болғаннан кейін мынау сенің еншің деп әке шеше де жынды емес қой. Бала шаға не үшін өсіріп отыр? Жиған тергендердің малы болған жағдайдың нелердің өзін үйлендіру олардың міндеті. Әрине. Одан кейінгі еншісін бөліп жіберіп, одан кейін Диана ханым айтты, жаңағы болар баланың белінен қақпа, белінен бу деп еді атам қазағыз. Содан кейін аға өмір сүріп кетесің. Ал жарайды, сырласу бөлмесінде Альбини бар деп сіздерді қызықтырсам, таныстық жалғаса ма? Әрине, онда сіздерді шығарып салайық. Көзілдірік киіп алыңыз. Айтпақшы, бір Альбини қалып кеткен екен.